Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 31-ші сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз н мен ң әріптері. 53-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Кім немен ойнайды? Теңізші болатын бала бұлақпен ойнайды. Жарықты жағатын бала шырақпен ойнайды. Шопан болатын бала қозы лақпен ойнайды. Диқан болатын бала топырақпен ойнайды. Ғалым болатын бала кітаппен ойнайды. Өлең мазмұны бойынша сұрақтарды толықтыр. Бұлақпен кім ойнайды? Теңізші болатын бала. Қозы лақпен кім ойнайды? Шопан болатын бала. Шырақпен кім ойнайды? Жарықты жағатын бала. Топырақпен кім ойнайды? Диқан болатын бала. Кітаппен кім ойнайды? Ғалым болатын бала. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Н мен және ң дыбыстарын өзара салыстыр. Айтылуы н дыбысының. Тіл ұшы таңдайға тию арқылы айтылады. Көбіне сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Нұр, ана. Ал ң әріпі сөздің көбіне соңында келеді. Қорытындылай айтатын болсақ, н әріпі тіл ұшы қатысатын алдыңғы дауыссыз, ал ң тіл арты қатысатын мұрын арқылы шығатын дауыссыз әріп. 54-ші жаттығу. Сөйлемді көшіріп жаз. Жеріміз кең, кені де мол. Қарамен жазылған сөздерді н мен ң дыбыстарын жеке айтып, олардың айтылу ерекшеліктерін байқа. Бұл сөздердің мағынасын түсіндір. Дыбыстық ерекшеліктері. Кең. Соңында ң дыбысы бар. Тіл арты арқылы мұрыннан шығарып айтылады. Кені. Ортада н дыбысы бар. Тіл ұшы арқылы айтылады. Мағыналары. Кең, үлкен, аумағы зор, кеңістік деген мағынада. Ал кені жер қойнауындағы пайдалы зат, байлықты айтамыз. Қорытындылай айтатын болсақ, кең сөзіндегі ң мен кені сөзіндегі н дыбыстарының айтылуы әртүрлі. Н тіл ұшымен, ң тіл артымен айтылады. 55-ші жаттығу. Жаңылтпашты оқып жаттап ал. Егер сенсең, баққа енсең, сан түрлі гүл құлпырар әдемі өңшең. Сенсең, енсең, өңшең сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Сенсең мағынасы егер сен сенсең, қандай да бір нәрсені шын деп қабылдасаң, мысалы сенсең, сол шын айтқан шығар. Екінші сөз енсең мағынасы егер сен кірсең, еңсең, мысалы баққа кірсең. Мысалы егер баққа енсең, гүлдерді жақсылап көр. Үшінші сөз өңшең. Мағынасы бет-әлпеті ашық, әдемі, сұлу көрінетін, қалыпты көркем өңі бар дегенді білдіреді. Мысалы әдемі өңшең, беті ашық, бояуы бар деген мағынада. 56-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына н, ң әріптерінің тиістісін қойып көшіріп жаз. Ел жайлауға қонды. Малдары қонды. Айтамын шын, бұл шың. Балалар тоңды, киді тонды. Елу жетінші жаттығу. Дөңгелек сөзінен бірнеше сөз ойлап шығар. Дөң, ел, кел сөздерін шықты. Балалар, сендер қандай сөз таптыңдар? Жарайсыңдар. Ал сабақ түсінікті болса, сау болыңдар балалар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.